қалай бізде репетиция жалғасуда. 8 және мен 8 және 9 тамыз күндері премьера. Менің таңғы асым келді. Барша ас ішіп отқан жандарға асарыңыз сәнді болсын. Бүгінгі күн сәттілікке толы болсын. Нан мен май, варенье ол балалық. Қалай бізде репетиция жалғасуда. 8 және мен 8 және 9 тамыз күндері премьера. Ең басты жақсы жаңалықты айта кетейін сіздерге, достар. Бізде аншлаг, представляете? Енді маған көптеген оқырман жазып жатыр: Жұлдыз, біз үлгермей қалды, билет жоқ, не істейміз, қайдан аламыз деген секілді сұрақтар қойып жатыр екенсіздер. Біз тағы бір күнді, бір сеансты ашу керек деп. Сондықтан Азамат аға, Фархат мырза, 3-ші күнге сеанс ашылып жатыр. Қалай қарайсыздар? Ура! 8-9 аншлаг. Енді шет елден спектакльдер келгенде, мысалы актерлар келгенде қандай бағасы болмаса адамдар барады. И сен сол спектакльге барып көрсең, сол көрерменді мен Әуезов театрынан чуздан көре алмаймын. Мен сол көрерменді көргім келеді театрда. Ол үшін осындай қалаптар керек та. Театр для меня такой, знаете, без фальши. Ты проживаешь в моменте все эмоции. Да. Осындай стильді, нелерді алып келген бізге Айнұр да, оны мойындауымыз керек. Театрды новый уровеньға көтеріп, театрды кәдімгідей сәнді, керемет бір демалатын орын жасаған, театральный мирға бір жаңалық алып келген ол Айнұр. Біз оны 100% мойындауымыз керек. Кейбір адамдар мойындағысы келмейтін шығар, бірақ мойындамаса да мойындайды, потому что Айнұр жасады. Вот без спектакльде мен Айнұр Сайлаубаевнамен жұмыс істедім. Махаббат мұнарасы первый. Ол Айнұр Фаризаны қойды. Фаризаны Фархат қойды. Кейін Түркістанға барғанда, мысалы, қанша спектакльдер қойды. Бөртесі қандай киімдері керемет. Дулат Исабековтың немересі отыр. Да? Кімнің қызсың сен? Айманның, Шолпанның? Шолпанның. Банда бригада қалай? Шеф келді, шеф. Басеке келді. Басеке деш. Сіз көтелесіз. Соны айтам. Саған келді. И бризен шықты. Ойба, ты чё? Мама! Блин, рахмет сол. Маған. Блин, как Классная атмосфера болады. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар, қымбатты құрбандарым. Жауынды, шашынды, күркіреген, мұнарланған, тұманданған ауа райы біздің Астанада. Соған сай көңіл күйде бір төбеңмен басып тұратын сияқты. Еш нәрсе істегің келмейді, жата бер дейтін бір ауа райы болып тұр. Сонымен бірнеше күн болды. Өзімді көтере алмай, бастырылып жата беріппін. Одан әрине адамның өмірді бүйтіп ауырлана беретін сияқты да. Содан өзімді әрең дегенде көтеріп, әлішерге шашымды реттейін деп шықтым. Бибисараға да барам деген едім, бүгін онда ертең күнде ертең болып кетті. Бұндай ауа райында әкем марқұмның сөзі әрқашанда есіме түседі. Жылуранып, сорға ашып жату керек дейтін еді. Сол демекші, өзіме осылай жатып, бірыңғай демалып, көп демалған жақпайды. Кәдімгідей бір ауыр болып кетемін ғой. Дәл қазір сондай бір күйдемін. Өзімді бүйтіп зорлықпен алып шықтым екен. Ешқайда шыққым келмейді, ешқайда барғым келмейді. Анда шақырады, мұнда шақырады, барлық жерге жаңағыдай
аралдың мүйізінің майлы сорпасына піскен, теңіздің тұзды суына күйген шашты алып келдім алдыңа. Не істейміз енді? Мама, андай қылып бояғым келіп тұрған қарашы. Бүгінгі көңіл күйім что-то менің. Мүлдем басқа, сондай көңіл күй болып тұр ма что-то. Сен жаңа бір сары шашты қызды бояп отқаныңды көріп, сары шашты қыз болып кеттім келді ма? Bir türlü отырым, короче. Менің оқырмандарым мені түсінбей ме екен, түсінбей қалар екен. Жандарым, ойбай, мынау не істеген дейді ғой. Себебі жұмыс қайнап жатыр. Далада сұп-суық, жаңбыр жауып, үйдің бәрі. Нормально ел үйінде демалып жатыр, әлші, сендер неге жұмыс? В общем, бар ғой, жеп-жеңіл болып жүрек шықырсын. Ауыр. Мне страшно. Моя бибика. Моя бибика. Аман есен. Көптеріміз бұзып алмай бәріміз. Ты Ауди, моя дорогая. Тебе бы сіздеп көріп мен. Енді ешкімді кінәлай алмаймыз, бұл табиғат. Ешкім білген жоқ, бұндай жаңбыр болып кететінін. Мен жақ қарайым. Бәрі Астанадан сөйлеп тұрмыз. Құдай-ау, Астана ыстық деп. Бүгін кәдімгідей Венеция болып жатыр, қайықпен шомылатындай, сондай бір көңілге, көшенің бәрі пробка, солай болып жатыр. Бірақ өте бір қоңыр салқын 2-3 күн болды, күшті болып тұр. Кештеріңіз сәтті өтсін. Күні бойы сторисқа кірмей енгенді бір батыр дейсің. Пробка. Бүгін Еркебек екеуміз келе жатырмыз жолда. Және Еркебек деген қандай әдемі ат деймін да. Нағыз қазақтың аты. Атыңа затың сай болсын деген қазақта жақсы сөз бар. Неге олай айтқан? Себебі қандай ат қоясың, оның өмірі де тағдыры да солай болады. Мысалы, Еркебек, Ерлан, Нұрлан, Батырхан, Батырбек, білмеймін, енді қазақтың әдемі аттары бар ғой. Айсұлу, Күнсұлу, Айсұлтан. Жалпы мен қазақтың аттарын жақсы көремін. Себебі мағына терең. Және өзіміздің ұлттық кодымызға жақын. Және де қандай ат қоясың, мағынасына қарап қою керек. Себебі сол атыңа қарай өмірің, аяқ алсың, тағдырың барлығы әсер ететіні анық екен. Жеп па? Солай, молодец. Пісіріп. Ұнамай ма? Өзің жасадың ба? Мықты. Что это? Шына кіші. Молодец. Конечно, кіші. Ал менің ақылдарым бөлік-бөлік жолда қалдырмасын.